Фунчоза салатын бірге жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыз. Дейіп осындай жұмшақ етіп туралған. Көріп тұрғандарыңызда, яғни қуырылып жатқан еттің үстіне аздап су құйдым. Және осы суы тартылғанша пісіретін боламыз. Біз осы кезде етіміз қуырылып жатқанда тұз салатын боламыз. Дұрыс. Және қара бұрыш. Сонымен қатар осы қуырылып жатқан етімізге соевый соус қосып бір қасық. Ал енді біз осы етіміздің үстінен пиязымызды қосып қуыратын боламыз. Пиязда осындай ұзынша етіп туралған. Осы пиязымыз бен етіміздің үстінен біз ұнтақталған осындай чесногымызды, яғни сарымсағымызды салып қуыратын боламын әрі қарай. Аздап сәбіз араласып кетті ішіне. Ал енді сәбізімізді салып, біз жартылай қуырып аламыз. Ол қуырмаймыз, және бізде жартылай қуыратын боламыз. Осындай қатты отта бір әбден жартылай қуырып аламыз, яғни сәбізімізді. Аздап тұз салсақ болады сәбізге. Осылай біз 3-4 минут қана қуырып алатын боламыз сәбізімізді. Ал осы қуырылып жатқан үстіне біз осындай көк пиязымызды салып жартылай қуырамыз, яғни сәбіз қуырғанша. Толық қуырудың қажеті жоқ, өте аздап жартылай қуырып алатын боламыз. Араластырамыз. Тағы 1 минуттай қуырылады, және біз отымызды өшіруге болады. Ал достар, енді біз осындай дүкеннен алған фунчозамызды салатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Және қайнап тұрған суға салатын боламыз. Осының барлығын саламын, яғни менде 220 грамдық қайнап тұрған суға салып 10-12 минутқа пісіріп алатын боламыз, яғни қайнатып аламыз. Ал енді біз фунчозамызды салқын суға жуып алатын боламыз. Жақсылап салқын суға жуып аламыз, яғни бізде осы фунчозаның крахмалы кету керек. Жақсылап жуып алып, біз судан сүзіп алатын боламыз. Ал достар, мінекей, біз осындай фунчозамызды сүзіп алдық салқын судан. Енді біз қуырған табамыздағы өнімдерімізді саламыз, яғни етімізді. Алдын ала туралған мен осындай помидор және қиярды турап алдым. Менде осындай ұзыншақ етіп туралған, мінекей, қиярымыз. Және де помидорымыз да осындай туралған, ұзын-ұзын болып туралған. Соны саламыз. Укроп шөбін саламын. Және де достар, мен осындай приправа қолданамын, яғни арнайы фунчоза салаты үшін. Бұл приправаның мен жартысын салатын боламын. Ал енді осы қоспамызды жақсылап араластыратын боламыз. Достар,
достар, мінекей біздің фунчузамыз дайын болды. Түрінің өзі өте сондай тартымды болып тұр, өте керемет. Қазір дәмін көретін боламыз. Дәмі өте керемет болып шыққан сондай. Осындай салатты міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Келесі видеода кездескенше.